Ағылшынды үйреніп тастап кетпеу үшін не керек? Біздің заманымыздың ерекшелігі қазіргі таңда ақпарат өте көп және қалайтын адам тіпті ағылшын тілін өзі де үйрене алады. Бірақ біздің заманымыздың басқа бір кемшілігі ол деген жиі тұрақсыздықты. Біз өте жиі әртүрлі нәрселерді бастаймыз, оның ішіне ағылшын үйрену де кіруі мүмкін, спорт немесе басқа нәрсе, бірақ аяғына дейін жеткізбейміз. Өте жиі сол жеткізбегеніміздіктен өзімізді кінәлаймыз, нашар сезінеміз және үнемі осындай мотивация, дисциплина сияқты сұрақтардың осындай құпиясын іздейміз. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің оқиғамды айтып беремін. Ағылшын тілімен емес, бірақ басқа саладан, спорт саласынан сіздерге менің өзімнің оқиғамды және үйренген сабақтарымды айтып беремін, және мүмкін олар сіздерге осы ағылшын үйрену жолында өз мақсаттарыңызға жетуге, ағылшынды үйреніп тастап кетпеуге көмектесер. Жалпы неліктен мен спортты таңдадым деп сұрасаңыз, менің жалпы спорт оқиғам өте қызық. Себебі мен 26 жасыма дейін мүлдем спортпен айналыспадым. Нөл. Абсолютно. Мектепте үнемі дене шынықтыру сабақтарында, білмеймін, футбол ойнағанда воротада тұратын, ең жеңіл, энергияны жұмсамайтын рөл. Университетте оқығанда бір-ақ рет қана бардым спорт залға әшейін көру үшін, ішінде не бар екен. Қалған уақыт әшейін студенттік өмірім, білмеймін, сабақ, дебат, бірақ спортқа жоламадым. Солай 26 жасымда алғаш рет бір өз өмірімнің, шынымды айтайын, бір ауыр кезеңі болды психологиялық тұрғыдан, және ойладым, мен өзіме мүлдем көңіл бөлмей кеттім, өзімнің қызығушылығыма көңіл бөлейін деп, солай спорт залының табалдырығын аттап, бокс залының, сол спорт маған ұнап, және 26 жасымнан бері қазіргі 29 жасыма дейін мен біраз тұрақты спортқа қатысып келе жатырмын соңғы 3 жылдың ішінде. Және осы сөзімнің дәлелі ретінде сіздерге менің фитнес трекерімнен скриншот көрсетіп жатырмын. Ол менің соңғы 10 айда айналысқан спорт түрлері. Мысалы, соңғы 10 ай ішінде 49 рет жүзіптім, 42 рет бокс істептім, 41 рет андай бір белгіленбеген активитині, ол жиі, мысалы, качалка болуы мүмкін, немесе жүгірдім ба, 38 рет силовой тренировка жасаптым, бокс фитнес, ол әшейін кардио немесе кроссфит сияқты. Осының бәрі соңғы 10 айда ғана, бірақ соңғы 3 жыл ішінде мен жалпы спортпен тұрақты айналысып келе жатырмын десем болады. Үнемі андай үзіліссіз емес, бірақ мысалы әр айда аптасында бір 2-3 рет жалпы тұрақты спорт болды өмірімде. Және мен мүлдем айналыспайтын адамнан тұрақты адамға қалай айналдым? Осыған маған жетуге көмектескен 4 нәрсе бар, 4 сабағым, және осы 4 сабақ туралы сіздерге бүгінгі видеода айтып бергім келеді. Біріншісі, understanding the importance. Осы спорттың маңыздылығын түсіну маған өте күшті көмектесті. Және бұл әр салада да солай. Мысалы, сіз ағылшын үйренемін десеңіз, блогымды жүргізіп бастаймын десеңіз, кәсіп десеңіз, тұрақтылық және мотивация, дисциплина бәрі осы нәрсенің сізге не үшін керек екенінің түсінуінен басталады. Менің жағдайымда мен үшін спорт не, және мені тұрақты болуға не итермелейді? Ең біріншіден, менің түсінуімде спорт деген ол жақсы денсаулық. Егер сен спортпен айналыссаң, мен спортпен айналсам, мен өзімді күштірек сезінемін, энергиям көбірек болады, және менің денем жақсырақ жұмыс істейді. Мысалы, түнде ұйықтағанда жақсырақ қалыпқа келем, және мен өзімді осылай күшті сезінгенде менің миым жақсы идеялар бере бастайды. Менің өнімділігім өседі. Мысалы, мен күрделі болатын мәселелердің шешімін жылдамырақ көре бастаймын. Маған бір күрделі көрінетін мәселе, оңай ғой, былай істеуге болады ғой дейді. Бірақ осындай қалыпқа жету үшін маған спорт керек. Спорт болмаса мен ақырындап энергиям төмендейді, әлемнің бәрі жаман көрінеді, қиын көрінеді, солай энергиям азаяды. Ал спортпен айналсам керісінше, әлем мен үшін кеңейіп, мүмкіндіктер ашылады. Және осындай өнімділік мен үшін ол тікелей. Ол ақша, ол табыс, ол өзімді күшті сезіну, бақыт сезімі, және бұның бәріне мені әкелетін спорт. Әрине жалғыз спорт емес, мен әйтпесе мүлдем спортсмен болып кетуші едім, бірақ менің осы
бақыт және табыс жетістікке жету жолындағы іргетастардың бірі ол әрине спорт. Екіншіден, мен спорттан алатын қандай нәрсе, ол деген әрине әдемілік, эстетика. Соңғы мысалы шамамен 9 ай мен қосымша силовой тренировкалармен айналысып бастадым. Және әрине айнаға қарағанда өзіңнің түріңнің өзгерген байқағанда мен өзім күшті сезім аламын. Мүмкін сіз де егер залға жазылып бастасаңыз осындай жақсы сезімге ие боласыз. Және тіпті силовоймен айналыспай тұрып та, мысалы бокспен айналысқан кезде де бәрібір осы спорт саған бір күшті сезім береді. Андай сен білесің бе, үй жұмысыңды істеп қойғандай бір өзіңді мақтан тұтасың да, өзіңнің еңбегіңді, сен өз денеңнің дамуына үлес қосып жатсың, уақыт бөліп жатсың. Және бұның осы құндылықтардың бәрі менің миымда спортпен байланысты. Ал сіз үшін ағылшын тілінде қандай құндылықтар бар? Не үшін ағылшын үйреніп бастап жатсыз? Егер осы құндылық және осы сұрағыма терең жауап берсеңіз, ойланып, мүмкін сіз үшін жалпы күнде онымен айналысу ол проблема болмайды. Себебі мен күнде спортқа барғым келмейтін кезде осыны еске түсіремін да, маған энергия қажет, өзімді жақсы сезіну қажет. Кейде істегім келмесе де мен білем, ол керек нәрсе екен. Сол үшін сол маған күш, қуат береді. Екінші кеңес, сіздерге айтатын, ол деген тек қана менің сөзіме сенбей, все, Мағжан айтты ғой, спорт маңызды, немесе біреу айтты ғой маған ағылшын маңызды деп, сол үшін үйренем. Ол жеткіліксіз болады. Research it, терең түсініңіз. Мысалы, сіздерге басқа мысал келтірейін. Мен күнде осы спортқа байланысты, ұйқыға байланысты қосымша ақпарат оқимын да. Себебі мысалы менің арнайы фитнес трекерім бар, Whoop деген, және ол әртүрлі көрсеткіштерді күнделікті тұрғыда маған береді. Мысалы heart rate variability, resting heart rate деген бұрын мен олар туралы білмегем. Бірақ неғұрлым көбірек зерттеп оқыған сайын мен түсінем. Егер мен жүрегімнің жақсырақ жұмыс істегенін қаласам, маған көбірек спорт керек. Яғни осы терең түсіну арқылы мен осының маңыздылығын одан ары жақсырақ түсінем. Дәл солай, егер сіз ағылшынды үйренем десеңіз және оның маңыздылығын түсінем десеңіз, әшейін біреудің айта салғанынан сізге көп мотивация болмайды. Бірақ сіз егер осы тақырыпқа сүңілсеңіз, кәдімгідей зерттесеңіз, ағылшын тілі сіздің өміріңізге қандай мүмкіндік ашады? Сіз қалайтын университетке түсу үшін қандай IELTS ұпайы қажет? Немесе келесі жылы болашаққа тапсыру үшін қандай университеттер IELTS қабылдайды? Ол жақта қандай IELTS ұпайы қажет? Неғұрлым өз тақырыбыңызды тереңірек түсінсеңіз, мына миыңызда спорт маңыздылығы, спорт деп қоямын, жалпы осы ағылшын үйрену маңыздылығы анығырақ осы суреті пайда болады. Үшінші кеңес ол әрине find a community. Бұл өте маңызды. Бастапқы этапта неліктен мен бокспен айналысып бастадым алғашқы 2 жыл. Себебі осы бокс залына келгенде маған бірінші ұнағаны ол осындай бір топ ер адамдар, мен осы ерлердің секциясына бардым, бәрі жұмыс істейді, бәрі еңбек етеді, білмеймін, бір қауымдастық десе де болады, және мен де сол қауымдастықтың бір мүшесі сезіндім. Кейін Алматыға көшіп, осы жаңа бапкерімді таптым, Игорь Гарич, маған бірден ұнады, бірінші жаттығуынан. Ол осындай совет мектебінің өкілі, өз ісінің маманы, профессионал, терең көп нәрсе біледі. Мен оны көргенде, мен осы кісіден көп нәрсе үйрене аламын деген сезімде болдым. Сондықтан осы кісі маған көп күш қуат берді, және Игорь Гарич үшін осы жаттығуға келген кездерім болды. Өзің жетістікке жетем десең, әрине кейбір адамдар бар жете алатын, бірақ ол өте қиын. Себебі әр адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болады. Кейде біздің төмен түсетін кезеңдеріміз болады, кейде спорт ұнамай кететін кезең болады, және сондай кезде бізге қауымдастық, қоғам керек, бізді қолдайтын, бізді тартатын, давай кеттік, бұл керек дегендей. Кейде осының маңыздылығын ұмытатын кезеңдеріміз де болады. Мысалы спорттың жағдайын, кейде ойлайсың, өзіңді жақсы сезінесің, болады ғой, бармасам да болады, былайда жақсы сезінем ғой. Сондай кезде сізді жаттығуға тартатын бір адам керек. Мысалы мен үшін
кезінде Игорь Гарич болды, оның алдында білмеймін ұят қалып қалу. Ал қазір мысалы бүгінгі күні маған көмектесіп жүрген менің менторым Вадим, күнде мысалы біз спорт, ұйқы тақырыптарын талқылаймыз, және мысалы осы сөзімнің дәлелі ретінде сіздерге осы біздің чатымыздың скриншотын көрсетейін деген, ол біздің медиа, қандай суреттер жібереміз. Күнделікті осындай бір біз график талқылаймыз. График деген ол осы Whoop фитнес трекердің ішінен, ұйқы бойынша, қалыпқа келу бойынша, бұның бәрін күнде талқылаймыз, күнде ойымызды бөлісеміз. Маған жақсырақ ұйықтауға не көмектесті, менің неге мысалы heart rate'ім төмен түсіп баратыр, және мен ұмытатын кезде Вадим мені қолдайды, Вадим ұмытатын кезде мен оны қолдаймын, және қауымдастық жетістікке жетемін десеңіз, ол өте маңызды, ол күш береді ауыр кезде. Себебі жалғыз жүремін десең, Қытайдың мақалы бар ғой, тез жүремін десең жалғыз жүр, алысқа жүремін десең біреумен жүр дегендей. Сол үшін осындай қоғамның күші бар. Егер сіз ағылшын үйрену жолында осындай қоғамды іздеп жатсаңыз, және осындай қоғамның бөлігі болуға қаласаңыз, мен сіздерді өзімнің ағылшын курсыма шақырамын. Біздің курсымыздың ерекшелігі, бізде аптасында 5 мәрте сабақ болады, ішінде 3-і деңгей көтеру бойынша 1,5 сағаттан, тағы 2-і қосымша speaking club, яғни сізде бізбен аптасына 5 рет кездесіп өз ағылшыныңызды дамытуға өте керемет мүмкіндік бар. Сіздерді осы жолда қолдайтын мұғалімдеріңіз, біз арнайы іріктеп таңдап алған Кембридж әдістемесімен сіздерге тіл үйретеді, және кураторлар, егер сіздер сабаққа қатыспасаңыз, неге қатыспағаныңызды біліп, барынша тартып сіздерге осындай көмек беріп, және бұл курс әрине тек қана жалғыз емес, басқалармен бірге өсуді қалайтын, осындай нағыз мықты қауымдастықты іздейтіндерге арналған. Біздің курсымыздың жаңа легі 21 шілде басталады. Осы жақындаған дүйсенбі күні. Толығырақ білгіңіз келсе, осы видеоның астында сілтеме қалдырам. Сол сілтемеден өтіп, толығырақ ақпарат алыңыздар. Және 4-ші кеңес, мен үйренген нәрсе дисциплина туралы. Дисциплина деген көп адам осы үстіңгі линия сияқты елестетеді. Көп адам ойлайды, нағыз дисциплина деген осы, үзбей. Мен айттым ба, 3 жыл спортпен айналсам деп, 1000 күн, білмеймін, 365 көбейту 3, мен бірде күн өткізбей спортпен айналыстым деп, бірақ немесе бірде бір апта өткізбей деп. Бірақ шынында, шынайы өмірде, біз бәріміз адамбыз, білмеймін, alien емеспіз, біздің бәріміздің өміріміз бар, энергиямыздың төмен түсуі бар, өмірдің құбылыстары, өзгерістері болады, және әрине бізге осындай үзбей робот сияқты болу өте қиын. Және көп адам өзін осындай болмаған үшін, үстіңгі линия болмаған үшін кінәлайды, айтады, менің дисциплинам жоқ, мен қандай жаман деп. Бірақ дисциплина туралы көп адам білмейтін шындық. Дисциплина деген ол үзбей айналысу туралы емес, ол деген қайта бастау туралы. Сіз бастадыңыз ба, тастадыңыз, қайтадан бастаңыз. Қайтадан бастап құлап қалдыңыз ба, ничего, тағы да тұрамыз. Тағы да тұрып, қайттан үзіліп қалдық па, ничего, ол болады. Себебі біз адам болғандықтан, ол біздің табиғатымыз. Кейде кейбір нәрселерде құлап қалу. Бірақ 100 рет құлап, 101 рет көтерілетін адам өзінің дисциплинасы бар адам деп санай алады. Себебі дисциплина деген ол қайта оралу туралы. Себебі бұл нәрсе сіз үшін маңызды. Сол үшін қорытындылайық. Егер сіз ағылшын үйреніп бастап тастамаймын десеңіз, өз мақсатыма жетемін десеңіз, осы 4 нәрсені пайдаланыңыз. Біріншісі, өзіңіз үшін ағылшын неге маңызды екенін терең ұғуға тырысыңыз. Қандай мағынасы бар ағылшын тілінің? Мүмкін керек емес шығар, кейбір адамдарға керек емес қой. Ағылшын тілі жалғыз осы өмірдегі бақыт кілті демеймін. Бірақ егер сізге керек болса, неге керек? Екіншіден, әшейін жалпылама ұғыммен емес, ағылшын керек қой қазір 21 ғасырда, олай емес. Нақты сіз үшін қандай пайдасын алып келе алады, және қандай ағылшын тіліне байланысты мүмкіндіктер бар, соны терең зерттеңіз. Неғұрлым миыңызда анығырақ осындай сурет пайда болғанымен, соғұрлым мотивацияңыз тереңірек болады. Мысалы, мен әшейін спорт маңызды деп жүрсем, жарты жолды тастаушы едім, бірақ мен күнде зерттеймін, спорттың қандай пайдасы бар, менің жүрегімді жақсартуға нақты қандай пайдасын тигізеді, сол маған мотивациямды жандандыруға көмектеседі.
Үшіншісі, find a community. Өте маңызды. Жалғыз жүремін десеңіз қиын болады, бірақ сізді қолдайтын, сізге ұқсайтын адамдардың қауымдастығы болса, ол сізге қосымша күш береді. Және соңғысы, remember that discipline is about starting over and over. Дисциплина деген ешқашан үзбеу емес, дисциплина деген қайтадан бастау. Тастасаңыз да 100 рет құлап, 101 рет көтерілу.